Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге жасанды интеллект және ары-бар технологияны арқылы оқыту тақырыбында сөз қозғағым келеді. Жарасқан Әбдірашев атындағы нөмір 62-ші мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімі Киікбаев Алтынбек Камаланұлы. Қазіргі таңда 21 ғасыр технологиялар ғасыры деп аталады. Білім беру саласында осы үдерістен шет қалмай, жасанды интеллект, кеңейтілген және виртуалды шындық сияқты заманауи технологияларды өзіне сіңіріп, жаңа деңгейге көтеруде бұл құралдар оқу процесінің қызықты, бейімделген және тиімді ете алады. Мақсаты жасанды интеллект пен ары-бар технологияларының білім беру саласындағы мүмкіндіктерін зерттеу. Теориялық мәнділігі, ол тақырыпта теориялық мәнділігі, ол қазіргі заманғы білім беру үдерісінің ғылыми негізін кеңейтіп, педагогикалық және психологиялық тұжырымдамаларды үйлестіріп және цифрлық оқыту парадигмасының қалыптасуына ықпал етеді. Практикалық мәнділігі бұл технология оқу үдерісінде ойланып тұрғындырып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады, мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді, оқу сапасын жақсартады, сондай-ақ заманауи цифрлық құзыретті мұғалімдер мен оқушылардың қалыптасуына нақты мүмкіндік береді. Жалпы айтқанда, IT технологияларын біз өз сабағымызда үрдісімізде көп пайдаланамыз. Сондықтан да мен сіздерге білім беруге тиімді платформалардың бірнешеуін таныстырғым келеді. Қазіргі заманда ең бірінші жасанды интеллектті біз ойға алған кезде бірінші платформа ол ChatGPT деп аталады. ChatGPT платформасының мүмкіндігі көп. Сондықтан сіздермен ChatGPT арқылы жұмыс жасауды көрейік. ChatGPT-де екі нұсқа берілген. Бірі тіркелу арқылы, яғни аккаунттарыңыз арқылы, немесе біреуі тегін. Бұл жердің ерекшелігі ChatGPT-де сұрақты нақты қоя білу керек. Мен қазір мектеп туралы өлең жазып берші деп сұрақ қойдым. Экран бетіне маған мектеп туралы өлеңді жазып береді. Екінші платформа Сунаком платформасы. Бұл Сунаком платформасы негізгі әртүрлі тақырыпқа аудио жазу платформасы. Біз сабақ процесінде әртүрлі аудиолерді осы платформа арқылы жазатын болсақ, оқушыларға тиімді тапсырмаларды қолдана беретін боламыз. Келесі сіздерге мен ұсынатын платформаның бірі ол DID деп аталады. DID платформасы кез келген бейнеге бейне жазба жазу үшін пайдаланады. Көрсетілген жасанды интеллект үш платформасы ChatGPT-де негізгі өлең жаздық. Екінші Сунакомда біз оның әуенін жаздық, DID-де бейне таспасын жаздық. Осы үш платформа арқылы біз мынандай нәтижеге жеттік. Қарап тұрсаңыздар, кез келген суретке бейне жаза беріп отыр. Сабағымызды көрнекі және қызықты жасау үшін жақсы платформалардың бірі ол Ortoy платформасы. Осы Ortoy платформасында кез келген интерактивті тапсырмаларды орындауға болады. Бұл Ortoy платформасының артықшылығы кез келген пәнге виртуалды тапсырмаларды орындауға көп көмек жасайды. Кез келген пәнде виртуалды тапсырмаларды интерактивті жасағаннан кейін оны балалармен ұялы телефонда интерактивті тақта арқылы көрсетуге болады. Қарап тұрсаңыздар, жасалған жұмысты біз бірінші кезекте квадратты таңдаумен жасадық. Егер біз осыны жасап болғаннан кейін келесі бойынша біздің оның тапсырманың үлгісін өзгертуімізге болады. Мысалы, мына жерде біз колесо арқылы өзгерттік. Егер біз ол колесо арқылы өзгерткеннен кейін оның жақсы болмаса, онда бізге келесі бойынша тапсырманы өзгертіп отыратынымыз боламыз. Бір жақсы жері Ortoy бағдарламасы тапсырманы бір рет орындап, оны бірнеше түрде нұсқада көрсетуге болады. Мектепке дейінгі мекемелер мен бастауыш сыныптарына қолданатын өте керемді платформаның бірі ол Qver платформасы. Онда кез келген суретті шығарып алып, және оны бояу арқылы, оны үш өлшемді жаңғыртуге болатынын біз көреміз. Осы сайтқа жүктелгеннен кейін, мына жерде біз суреттерді ашамыз. Осы суреттерді қарап отырсаңыздар, тақырып бойынша әртүрлі суреттер бар. Осы суреттерді біз PDF форматта жүктеп, оқушының немесе баланың қолына береміз. Олар оны бояйды, одан кейін ұялы телефон арқылы оны оқи алады.
планшетке немесе ұялы телефонға QR программасын қондырамыз. Осы программа арқылы бағана жүктеп алған суреттерді біз оқимыз. Сол кезде бізге осы QR арқылы бізге үш өлшем береді. Яғни балаларға қызықты әрбір суретті үш кеңейтілгендегі жан бітіру суреттерін береді. Қазіргі таңда сабақ беру барысында мұғалімдер әртүрлі білім платформаларын қолдануда. Мен өзім көбінесе Classroom платформасын қолданамын. Classroom платформасы маған не үшін қажет? Ол сабақтың өн бойында әртүрлі тапсырмаларды, жазу сызуды, топты жұмысты, жұпты жұмысты, жеке жұмысты жасау үшін өте қолайлы платформалардың бірі. Платформаға енгеннен кейін экран беті ашылады. Осының астында сіздерде мәзір тұр. Осы мәзірдің ішінде сіздерге не қажет барын осы суреттер бойынша жасалынды. Және бұның ішінде ең тиімдісі формативті бағалау көрсетіледі. Мысалы келтіретін болса, кез келген жерін ашық, мынандай формативті бағалау, суреттер шығар. Мысалы, керекті дүниелеріңізді алуға болады, сағаттық таймерді қоюға болады, әртүрлі тапсырмаларды орындауға болады. Қорыта айтқанда, сіздерге жасанды интеллектпен және әрбір технологиялар арқылы оқытудың бірнеше платформаларын көрсеттім. Бұл платформаларды күнделікті сабақтың өн бойында пайдаланатын болса, онда біріншіден мұғалімнің цифрлық құзыреттілігі артады, оқушылармен бірге жұмысты жүйелей алады және өз сабағын қызықтыра алады. Сондықтан қазіргі таңда жасанды интеллект дамыған заманында біз осындай платформаларды оқу үдерісіне қосуымыз керек деп ойлаймын.